Соңғы кездері балалар мен жасөспірімдер арасында квадробинг танымал. Квадробика адамдар жануарлардың қозғалысын қайталап, төрт аяқтап жүретін спорттың ресми емес түрі. Квадробика 2008 жылы Жапонияда пайда болды. Кеничи Ито төрт аяқпен 100 метрлік жүруден рекорд орнатты. Кейінірек бұл ақшта белең ала бастады. Балалар жануарлардың киімдер мен маскасын киіп құйрық жалғап алады және жануарлардың әрекетін қайталайды. Яғни жануарлар сияқты төрт аяқтап жүреді, секіреді, олардың дауысын салады. Кейде тіпті шектен шығып, жануарлардың тамағын жейді. Бұл тек шетелде емес, сондай-ақ өзіміздің Қазақстанда да белең алып келеді. Адамдарға шабуыл жасау, тырнау, ұру, жануарлар тамағын жеу. Бұл әдеттен тыс құмарлық, дерт болып кетуі де мүмкін. Осылайша адамдар адамшылыққа емес, нағыз айуандыққа қадам басып жатыр. Бұл субмәдениет. Бұның артында өзге күштердің үлкен бизнесі бар.